Кенейдегі ауылдағы номер 22-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Айсалия Талантбек Әшімқызы боламын. Қалай ойлайсыздар, мен сіздердің алдыларыңызға мына дойбы ойынын не себеппен алып шықтым? Жақсы, рахмет. Өмір болғаннан кейін өмірде ақ пен қара қатар жүреді, иә? Алдыларыңыздан үнемі ақтың туып тұруы ол мүмкін емес. Өмір болғаннан кейін қуаныш пен қайғы қатар жүреді, иә, жеңіспен, иә, сәттіліктер мен сәтсіздіктер жүріп тұрады. Дәл сол сияқты бүгінгі байқаудың тақырыбы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы тиімді әдіс-тәсілдерді мен осы дойбы ойынындағы қара және ақ тастардың жүрісіне салып сіздерге жеткізгім келеді. Бізде қара тастар бұл сабақ барысындағы кедергілер деп алдым, ал ақ тастарды сол кедергілерді жеңу барысындағы әдіс тәсілдерін деп алып отырмын. Бізде бастауыш сыныпта барлықтарыңыз білесіздер, бастауыш сынып өздерін өте жоғары бағалайды. Мен осы мәселені шешу үшін сабақтың соңында сіз 5 балл алдыңыз, сіз 7 балл алдыңыз, сіз 8 балл алдыңыз деген сияқты бағалайтынмын. Алайда ол өте тиімсіз болып шықты. Мен бұл жерде жеңілдім. Өйткені бұл жерде ата-ана да, оқушы да маған наразылық туа бастағанын сездім. Бұл мәселені жеңу барысында мен бағалау критерий, яғни әр тапсырмаға, әр сабақта нақты дискриптор бағалау критерийларын құру арқылы мен бағалаудағы кедергіні жеңе білдім. Келесі біздегі тағы да кездесетін кедергі бұл үй тапсырмасын сұрауда. Яғни бастауыш сыныптың оқушылары үй тапсырмасын барлығы бірдей орындап келеді. Оған келесіздер, барлығы бірдей орындап келгендіктен олар міндетті түрде мұғалімнің сол орындап келген тапсырмасын сұрағанын қалайды. Ал бізде уақыттың шектеулігіне байланысты барлық оқушыдан бірдей сұрай бермейміз, сұрап үлгере алмаймыз. Сол кезде мен ойладым, яғни ол кезде бүгін мен жарты оқушыдан үй тапсырмасын сұрасам, келесі күні мен жарты оқушыдан үй тапсырмасын сұрайын деген. Ал бұл да тиімсіз тәсіл болып шықты. Өйткені жарты оқушы менде бүгін мұғалім үй тапсырмасын сұраған, келесі күні менен сұрамайды деген түсінік қалыптасты. Мен соны жеңу мақсатында Wordle және Classroom скрин платформаларындағы кездейсоқ оқушыны таңдау әдістерін қолдана отырып, мен осы үй тапсырмасын сұраудағы кедергіні жеңе білдім. Келесі топтық жұмыс. Топтық жұмыста мен әдеттегідей оқушыларыма топқа тапсырма беріп, және постерді қорғауға ұсынатын болатын. Бұл жерде де мен қателестім, өйткені бұл жерде оқушыларым, белсенді оқушыларым ғана атсалыстыдағы, қалған оқушыларым шектетіліп қалды постер қорғауда. Мен осы мәселені жеңу үшін әртүрлі платформаларды, әдіс-тәсілдерді қолдандым. Бұның ішінде маған тиімді болғаны Тарси әдісі, Fishbone әдісі және де Bamboozle платформасы топтық жұмыста өте тиімді болып шықты. Келесі бізде үй тапсырмасын беру. Үй тапсырмасын беру бастауыш сыныпта оқушылар білімді 80 рет қайталағанда ғана есте сақтайды. Сол себептен мектепте алған білімдерін тиянақтау мақсатында біз үйге тапсырма береміз. Осы уақытта үйге тапсырма, осы уақытта үйге тапсырманы тек қана оқулықты ғана ресурс етіп қоймай, Classroom, күнделік Lessons, Topic KZ және де Google Play платформаларын қолдану арқылы үй тапсырмасын балаларға қызықты етіп беруге болады. Осындай әдіс-тәсілмен мен балаларымды қызықтыра алдым үй тапсырмасына деген. Одан кейінгі мендегі биыл сыныбым 3-ші сынып, келесі жылы модаға түсіп қалуы мүмкін деген болжаммен мен қазірден бастап оқушыларымды дайындау үстіндемін. Мен тест KZ платформасы арқылы оқушыларымнан сынамалы тест алдым. Сол уақытта, тест алған уақытта әділдік сақталды, академиялық адалдықты біз сақтадық. Сыныбым сол кезде 63%-ды құрады. Негізі менің сыныбымның
білім сапасы 72%-ді құрайды. Мен сол кезде қорыта келе, мен сабақ үстінде қолданып жүрген әдіс тәсілдерімді тиімді деп шештім. Өздеріңіз қарап тұрғандарыңызда, мен бұл ойым әлі аяқталған жоқ. Менің ең бірінші алғашқы жеңісім деп білемін. 9 жылдық еңбек өтілімде. Сөзімді қорыта келе, Черчилльдің жеңілісте мәңгі емес, жеңілісті жеңіске айналдыруға болады деген келеді. Тыңдаңыздар.